Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін қаламсап шығармайтын Қазақстан деген тақырыпта сөз қозғағалы отырмыз. Себебі барлығымызда бала бар, барлығымызда әр жылы қыркүйек айы келерде базарға шақпылап балаларымызды оқуға дайындайтынымыз рас. Зат бағасы күн сайын қымбаттап, ақшасы жыл сайын құнсызданып келе жатқан Қазақстанда бір баланы оқуға дайындау кемінде 60-70 мың, әйтпесе 100 мың теңгеден асып түсетіні жасырын емес. Әрине бұл бірер баласы бар отбасыларға білінбегенімен 4-5 баласы бар көп балалы отбасылардың қалтасына ауыр салмақ екені айтпаса да түсінікті. Яғни бір үйдегі 4 баланы оқуға дайындау үшін кемінде 400 мың теңге қаржы қажет. Бұл жалақы төмен Қазақстанда әрбір ата-ана үшін оңай табыла бермейтін қаржы саналады. Осы тұрғыдан алғанда оқушы оқытудың да қазақстандық ата-аналарға түсіретін салмағы да аз емес. Әрине бір қуанарлығы, Қазақстанда білім алу тегін, бастауышты 11-ші сыныпқа дейін тегін оқиды. Жоғары оқу орындарында да көптеген гранттар бөлініп жатыр. Дегенмен оқушыларды мектепке дайындаудың да өзіндік салмағы бар екені жасырын емес. Өйткені жоғарыда айтқанымыздай, қазақстандықтардың табысымен салыстырғанда зат бағасы өте жоғары. Жақында осы тақырып жайлы сөз қозғап, қаламсап шығармайтын Қазақстан деген тақырыппен менің әріптесім Ержан Қожасты Астана ақшамы газетінде үлкен мақала жариялады. Осы мақаланы оқып отырып, мен де бір нәрсеге қайран қалдым. Яғни Қазақстанда 12 беттік дәптерден басқа оқу құралдарының бәрі шетелден импорт етіледі. Қарындаштан тартып, қаламсаптан тартып шетелден сатып аламыз. Мұның дені Ресейден, Қытайдан тасымалданатын көрінеді. Демек, жоғарыдағы біз келтірген дерекке сай, яғни биыл оқуға барған 341 мың баланы алып айтайықшы. Осы 341 мың баланың әрбірін мектепке дайындау үшін кемінде оқу құралдарын сатып алуға 30 мың теңге ақша жұмсалады десек, дәл осы 341 мың балаға 10 миллиард 23 миллион қаржы жұмсалады екен. Осыншама қаржыға сатып алған бұйымдарымыздың дені шетелден келеді. Яғни үлкен техниканы қажет етпейтін қалам, қағаз, қарындашымыздың бәрін шетелден сатып алуға мәжбүр екенбіз. Демек, әр жылы қыркүйек айында біздің оқушыларды дайындауға жұмсаған қаржымыздың есебінен 10 миллиард теңге қаржымыз шетел асып жатыр екен. Бұл оңай көрсеткіш емес әрине. Әрине Қазақстанда қағазды өндіруге, қаламсапты жасауға, немесе оқушылардың сумкасын жасауға барлық мүмкіндік бар. Материалда жеткілікті. Өкінішке орай Қазақстанда сол өндірісті кемелді түрде жолға қоя алмай отырмыз. Жекелеген кәсіпкерлеріміз осы өндірісті қолға алып, елімізде өндіруге күш салғанымен мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау мардымсыз. Яғни олар өндіргенімен шетелден келген тауардың ағыны бәрібір басып кетіп жатыр. Ал біздің еліміз өз ішіндегі өндірісті қорғап, шетелден келетін тауарларға шектеу қойғанның орнына базарды ашып жіберді де, ел ішінің өндірісі мүлдем тұралап қалды. Яғни Қазақстанда өндіргеннен шетелден сатып алған әлдеқайда арзан түсіп тұр. Бұл өз кезегінде еліміздің үкіметінің жеке кәсіпкерлерді қолдауға деген саясатының дәрменсіздігінің көрінісі. Мәселен, көрші ел Қытайда өз елінде өндірілетін тауарларды шетелден енгізбейді, енгізсе де оған жоғары тариф саясатын қолданады. Яғни шетелден әкелген тауар Қытайдың өз ішінде өндірген тауардан әлдеқайда қымбатқа түсетіндіктен, тұтынушылар да өз елінде өндірілген арзан тауарды сатып алады. Бұл өз кезегінде өз елінің өндірісін дамытуға үлкен серпін беріп тұр. Қазақстанға да осы тәжірибе керек. Әрине, дәптер өндіруге, қалам, қағаз өндіруге үлкен техника қажет емес. Тек қана кәсіпкерлерді
қолдап, мемлекет жағынан тиімді саясаттар арқылы жебеп отырсақ, бірер жылда өзіміздің өндірісімізде дөңгелек айналып кетер еді. Жыл сайын қалам, қағаз, дәптер сатып алуға 10 миллиард теңге жұмсап, оны шетел асырып отырсақ, біздің еліміз қалай өркендейді, біздің еліміздің экономикасы қашан жанданады? Бұны да ойласатын мәселе деп ойлаймын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.